Баршаға сәлем. Бүгін түсініп тұрғандарыңыздай әйгілі киноның легендасы десек болады, Чарли Чаплин туралы айтқым келеді. Бастайық. Чарли Чаплин екі әншінің үйінде 16 сәуір күні туылады, 1889 жылы. Екіге толған кезде әкесі үйінен кетіп қалады. Сондай бір қарапайым, бірақ өте жүрекке бататын ақпараттан басталды. Сөйтіп мамасы ән айтып, бір кішкене балалардың қамын ойлайды деп, Чарли Чаплин 5 жаста болған кезде мамасы сахнада ән айтып жатқан кезде дауысын жоғалтып алады. Сөйтіп Чарли маманы құтқарам деп жүгіріп шығады да сол әнді соңына дейін айтып болады. Сол кезде мамасы баласының әртіс несін байқайды, әртістің бір таланты барын байқайды. Сөйтіп мамасы ән айтуды қояды, тігумен айналысып кетеді. Тігінші болады, тігумен айналысады, бірақ тігіншінің ақшасы көп емес, сондықтан олар үнемі көшіп қонып жүреді. Бір кездері Лондонның ең нашар ауданына барып қоныстайды. Сөйтіп ол жерде қызық еш нәрсе жоқ, далаға шыққан қауіпті. Сөйтіп мамасы Чарлиді отырғызады, бүйтіп терезенің алдында. Сөйтіп көшеде өтіп бара жатқан адамдарды зерттейді, екеуі отырып алып. Мынау мынандай, мынаның жүрісі мынандай деп ше. Сөйтіп Чарлидің пародист таланты ашылады, әртістік талантын сөйтіп шынықтырады шешесі. Сөйтіп 7 жасында Чарлидің мамасы психоз ауруына шалдығады да 3 жыл Чарли приютта өмір сүреді. Кәдімгі балаларға арналған үйде. Сосын мамасымен қосылады да 13 жасында газет тасып, үйлер жинап, ақша табады, мамасына көмектеседі. Жалпы Чарли өз мамасын қатты жақсы көретін бала, көптеген жұмысты ауыстырып, көптеген жұмыс жасап, мамасына көмектеседі. Сөйтіп 1908 жылы пантомиманы ойлап табушы Фред Карно деген кісі Чарлиді байқап қалады да өзінің труппасын алады. Мынау қызық бала екен, кішкентай бойы деп 2 жыл бойы қойылымдарға қатысады. 2 жылдан кейін Фред Карно Чарлиді ақшқа жібереді. Гастрольге барып кел, жақсы бір тур өткізіп алыңдар деп. Содан Чарли ақшты көріп ғашық болады сол елге, және сол ақшқа оралуды армандайды, қалай болса да. Сөйтіп 25 жасында Чарлиді шағын студияға шақырады. Сөйтіп ол кезде комедиялық бір фильмдерді түсіретін, 15 минуттан аспайтын шағын ғана фильмдер, мылқау фильмдер дейді, дыбыссыз фильмдер. Сондай фильмге түсуге шақырады Чарлиді, бірақ ол режиссерге ұнамай қалады. Сөйтіп режиссер айтады, мынау жас бала, неғыласыңдар, ол баланы тартып қызық емес деп айтады, және үйтіп жүргенде екінші фильмге шақырады Чарлиді. Екінші фильмде режиссер оны жас санамасын деп өзінің кішкене образ ойластырады өзіне Чарли. Сөйтіп шағынындай мұрт летняха үлкендеу көрінейін деп өзінің керемет бір образын ойлап табады. Сөйтіп комедия болғасын, мұрттан күлкі шықсын деп абсурдный өзіне образ табады. Өйткені шалбары мысалы широкий, ал мына пиджагы наоборот денесіне симай атқан сияқты. Кішкентай шляпасы бар, бірақ үлкен аяқ киімі бар. Сондай бір абсурдный образ ойлап табады да сол елге кіріп кетеді. Чаплин сол кейпіне сәл драма қосады, жетістікке жетеді. Дегенмен режиссерлермен өте көп дауласады, өйткені режиссерлер таза комедия түсіргісі келеді. Ал Чаплин ішінде бір драмасы бар ғой, оны шешесімен кішкентай кезінен деген сияқты. Сол драманы қоспақшы болады, бірақ оны режиссерлер қостырмайды оған. Сондай өте көп дауласады режиссерлермен. Сөйтіп бір кезде бір күні өзінің киномды түсіремін ау деген шағын арманы пайда болады. Режиссерлермен дауласқан кезде ол бір кезде студиядан кетем деген деп ойлайды, бірақ студияның басшылығы бүйтіп қарайды да Чарли Чаплин өте көп ақша алып келеді. Өйткені оны жақсы көретін халық бар, халық соның киноларына үнемі барып тұрады. Мынаны жіберуге болмайды ғой дейді да Чарлимен келісімге отырады. Чарли қазір фильмдерге түседі, кейін оған режиссерлік орын бере аламыз, өзінің фильмін түсірсін деген келісім шартқа келеді. Бірақ Чарли Чаплин келесі 7 жылда 72 фильмге түседі. 7 жылда 72 фильм, ойласаңызшы. Сөйтіп 72 фильмге түседі. Ақыры режиссер орнын береді оған, өзің түсір, мейлі деп. Ол болса драмалық фильмді түсіргісі келеді ғой. Бірақ оны халық комедия кейпіне жаттап алды да, соны жанрды қалай өзгертем деп ойлайды да. Сөйтіп болмағансын 1-2 актерлермен бірігеді. Ол кезде Чарли байыған бала United Artist деген студия ашады. Актерлердің кез келген идеяларын талқылап түсіреміз деген оймен сондай студия ашады. Басқаларға не болмайық деп. Басқалардан зависимый болмайық дейді да. Сөйтіп біраз жылдан соң Клондайк деген жерде алтын табылады. Соны 100 000 американдық сол
алтын іздеуге барады, сөйтіп аштан өледі көбісі. Сонда мұны естіген Чарли алтын лихорадкасы деген фильм түсіреді. Сөйтіп қалаған драмасын өзіне бір не тауып алады, андай драма түсіргісі келеді ғой, драматический фильмдер түсіреді, бірақ өзі комедияны ойнайды, өйткені халыққа комедиант болып халықтың есінде қалып қойған. Сөйтіп комедия мен драманың қосындысы ретінде сондай бір фильмдер түсіреді, үлкен жетістікке жетеді. Өйткені әр күлкінің артында бір не бар ғой, шаншып тұрған бір ауыр тиетін бір заттар бар, соларды көрсете алады да. Чарли соның фишкасы сонда болады. Яғни комедия, бірақ драма десең күлесің, түсініксіз. Сөйтіп «Золотая лихорадка» деген фильмде комедия мен үйреншікті комедия мен драманы араластырып қана қоймай, ол өзі сценарист болады, режиссер болады, актер болады, және композитор да сол өзі болады. Сөйтіп 1927 жылы алғаш дыбысты фильм шығады. Warner Brothers компаниясы шығарған алғашқы дыбысты фильм шығады. Чаплин дыбысты фильмге шықпайды, сенбейді Чарли оған. Бір 2-3 жыл ойнайды, ары қарай дыбыс жоқ болып кетеді, әшейін мода ғой деп ойлайды Чарли. Дыбысты фильмдерді кішкене менсінбейді, және де өзі дыбысты фильмдерде ойнаудан бас тартады, өйткені ол былай ойлайды: мені бүкіл әлем түсінеді, менің кейпімді бүкіл әлем таниды, ал мен кез келген бір тілде ғана сөйлеп кетсем, мені әлемнің жартысы түсінбей қалуы мүмкін деп ойлайды да, дыбысты фильмдерден бас тартады. «Үлкен қала шамдары» деген фильм түсіреді Чарли. Дыбыссыз шығарады оны, әрине. Жетістікке жеткен соңғы дыбыссыз фильмдердің бірі болып саналады тарихта. Ол кезде Чарли оны білмейді бірақ. Сөйтіп дыбыссыз кино модадан шығып кетеді. Соны түсінген Чарли демалысқа шығып, көптеген елді аралап, ұлы адамдармен танысып, мысалы Эйнштейнмен танысады, көптеген бір зиялы қауыммен танысады. Сөйтіп ақш-та жаңа ғана біткен ұлы депрессиядан кейін Чарли «Жаңа заман» деген саясат туралы фильм түсіреді. Саяси. Ол 36 жылы шығып, көпшілікке ұнамай қалады, бірақ сол фильмнің соңында дыбыссыз фильмдерінің символына айналған қаңғыбас күнбатысқа қарай кетіп қалады. Қаңғыбас ол жаңағы Чарли Чаплиннің үздік ең танымал кейіпкері. Сол қаңғыбас батысқа қарай кетіп қалады, және дыбыссыз киноның заманы осы кадрмен аяқталды десек те болады. Сондай бір өте знаковый момент дейді ғой. Сондай бір зат болды. Сөйтіп сол кездері Чарли Чаплин Берлинге келеді. Берлинде ол үлкен жұлдыз, оны керемет қылып қарсы алады жұрт. Және шағын мұрты бар сол Германиядағы бір кісіге, атын айтпай-ақ қойыңызшы, пожалуйста. Бұл жайт ұнамай қалады, өйткені ол Германияда сол кезде ең танымал кішкентай мұрты бар адам еді, бірақ Чарлидің келгені кішкене конкуренция болып қалыптанған. Еще қызығы, екеуінің туған күндерінің, екеуінің арасы 4 күн. Чарли 16 күні туылды, жаңағы мұртты неміс кісі 20 күні туылды. Сөйтіп екеуі де овен, екеуі де қошқар. Екі қошқардың басы бір қазанға симай қалды демекші момент болды. Сөйтіп фюрер Чаплинді қастар тізіміне енгізеді. Оған жауап ретінде 39 жылы соғыс басталып кетті. Сөйтіп 39 жылы Чарли Чаплин «Ұлы диктатор» деген фильмнің түсіріліміне кіріседі. «Ұлы диктатор» фильмі Чарли Чаплиннің ең тұңғыш дыбысты фильмі. Онда диктатор мен еврей шаштараз орын ауысып кетеді екеуінің, және де сатираға толы фильм болды. Қызығы, былай қараңыз, Чарли Чаплин дыбыссыз киноның символы десек болады. Және де ол дыбыстан әдейі бас тартқан кісі, өйткені мені адамдар түсіну керек, мен дыбыссыз фильмдер түсіремін деп. Оның тұңғыш дыбысты фильм, дыбысқа келу себебі жаңағы «Ұлы фюрер», «Ұлы диктатор» деген фильмнің соңында ашылады, өйткені соңында Чарли Чаплин жаңағы кейпінде емес, Чарли Чаплин актердің өзі үлкен бір үндеу жариялайды көрерменге. Оны үлкен үндеуі адамдарға жетсін деп қана фильмдеріне дыбыс қосады да. Кейбір сыбыстарға сенетін болсақ, жаңағы Адольф бұл фильмді 2 рет жалғыз өзі отырып қараған дейді. Жылады ма, жыламады ма білмеймін, бірақ жынданғаны мәлім шығар. Сөйтіп, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Маккарти деген саясаткер коммунистерге қарсы шығады. Маккартизм дегенді естіген шығарсыздар. Сөйтіп, кезінде саяси фильм түсірген. Сонша жылдары бойы ақш паспортын алмаған Чарли бәлеге қалады, өйткені Маккарти бүйтіп Чаплинге қарайды. Ол көптеген адамдармен танысқан, көптеген зиялы қауыммен араласады, олардың кейбірі коммунист болуы мүмкін. Бұл сонша жыл ақшта жүріп, ақштың паспортын алмаған кісі, саяси фильмдері бар, мынау коммунист-ау деп ойлап қалады Маккарти.
және де Чарлиге қарсы шығады, ал Чарли үндемей жүре алмайды ғой, ол Маккартиге қарсы шығады. Сол сөйтіп өзінің жағдайын одан бетер құртып алады негізі. Сөйтіп 62 жасында Чарли «Огни рампы» деген фильм түсіреді. Онда кезінде танымал болған клоун бір жас балеринаны өлімнен құтқарып қалады, және сол жас балерина рахмет ретінде кәрі клоунға соңғы қойылымын ұйымдастыруда көмектеседі. Және сол фильмнің соңында балерина билеп жатқан кезде жаңағы кәрі клоун сахнаның арғы бетінде қайтыс болады. Сондай бір керемет драмаға толы комедия. Соны Чарли тұсаукесерін туып өскен Лондонда өткіземін дейді да ақштан шығып кетеді. Қайтып келейін десе оны кіргізбейді ақшқа, өйткені паспорты жоқ қой ақштың. Сөйтіп болмағасын Чарли жынданып Швейцарияға кетіп қалады. 1972 жылына ақш киноакадемиясы Чаплинді мәртебелі Оскардың алуға шақырады. Сөйтіп Чарли бармаймын дейді, бір кезде мейлі барармын деп барады, Оскардың рекордын жаңартып кетеді. Өйткені Оскарды алуға келген Чарли Чаплинге 12 минут шапалақ ұрады жұрттың бәрі. Сондай бір керемет моменті бар. Сөйтіп 5 жылдан соң 1977 жылы Рождествода 88 жасар Чарли Чаплин көз жұмады. Қызығы 88 деген сан фашистерде жаңағы сәлемдесудің саны ғой, өйткені алфавиттің 8-ші әрпі H, ал аналардың сәлемдемесі 2 H-тен басталады. 88 деген фашистердің саны, ал Чарли Чаплин 88 жасында қайтыс болған. Жаңағы өзінен 4 күн кіші досына бір сәлемдемесі сияқты көрінеді да, онысы ана құрдасын мазақтап кеткен сияқты. Тарих деген қызық қой. Сөйтіп 1992 жылы Чарли Чаплин деген фильм шығады. Онда Роберт Дауни младший ойнайды. Кіші Роберт Дауни, ол туралы мына сілтемеден білсеңіздер болады. Жақсы шығарылым болған негізі. Бұл шығарылымда осымен тәмам. Көп рахмет.